Бұрын Marvel, Avatar, Interstellar сияқты киноларда мыңдаған адам миллиондаған долларға түсіріп анимация жасайтын. Ал қазір бар болғаны бір ноутбук және жасанды интеллекттің арқасында мен де сондай видеолар жасадым. Жақында маған үлкен жоба ұсынып, ол жерде жер телімдерін сату туралы анимациялы видеолар жасау керек болды. Идеясы бос жер учаскесінде арнайы объекттер, оның ішіндегі завод, үйлер, адамдар, машиналар пайда болу керек болды. Мен оператор ретінде съемканы, сценарийді өз қолыма алып, 3D анимацияны, монтажды өзінің маманына тапсыруды шештім. Бірақ ол маманның жасаған жұмысы көп уақыт алып, созылып кетті және жасаған жұмысы менің көңілімнен шықпады. Сол кезде менің басыма неге өзім жасамасқа деген ой келді. Телефонымда, Reels'тан, TikTok'тан жасанды интеллекттің әртүрлі мысалдағы видеолар шығып кетті. Ол жерде жоқтан бар жасап, неше түрлі әдемі кадрлар жасауға болатынын көрсетті. Мен 3D анимацияның AI-дің маманы болмасам да, тегін сабақтарды көріп, ChatGPT арқылы промпт жазып, соны қолдандым. Нәтижесінде осындай әдемі кадрларды, 3D роликтарды бірнеше минуттың ішінде жасап шықтым. Әрине, тегін жасанды интеллектпен емес, жазылымға төледім. Нәтижесі тек мен емес, тапсырыс беруші клиент те, көрген басқа адамдарды да таңғалдырды. Мынаны шынымен де сен жасадың ба, қалай жасадың деген сұрақтар келді. Қазір 25 жылы анимация мамандарын жасанды интеллект оза алмаса да, алдағы 5-10 жылда жасанды интеллект бірнеше саты жоғары тұратынына сенімдімін. Сен де заманның ағынынан қалып қалмай, осындай жасанды интеллектпен видеолар жасағың келсе, мен саған тегін көрсете аламын. Тек комментарияға и сөзін жазсаң болғаны, мен саған тегін видео сабақ жіберемін.